Баршаңызға сәлем достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мерекесіне орай бүгін наурыз көженің дайындалуының екінші тәсілін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазы мен жылқының сүрленген етін 2 сағат баяу отта пісіріп аламыз. Ет піскен соң сол сорпаға сары жүгері, ас бұршақ, ақ жүгері, бидай және майда вермишельді қосып 20 минутқа астын жай қойып пісіріп аламыз. Мен алдын ала түнде сары жүгері, ас бұршақтарды суға бұқтырып қойдым. Сонда тез пісетін болады. Міне наурыз көжемізде дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құрт, айран немесе басқа да тағамдарды қоссаңыздар болады. 7 түрлі тағамнан дайындалу қажет. Наурыз көжеге сүрленген етті қосқан өте дәмді. Менің каналымда наурыз көженің басқа да жасалу жолы бар. Міндетті түрде көріңіздер. Барлықтарыңызға наурыз құтты болсын. Жылдан жылға наурызға аман есен жете берейік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.